Қайырлы күн достар, бүгін біз өте оңай әрі дәмді таңғы ас дайындаймыз. Бізге керекті заттар: сыр керек болады, және де лаваш, жұмыртқа керек болады. Сырымызды ұзынша қылып турап аламыз. Лавашымызды үшбұрышты қылып кесіп аламыз. Лавашымыздың ішіне сырымызды салып ораймыз. Рогалик сияқты орап шығамыз барлығын. Енді орап болған лавашымызды жұмыртқамызға салып аламыз. Барлығын осылай жұмыртқаға сала отырып пісіреміз. Қызып тұрған майымызға салып пісіреміз. Майды көп мөлшерде салмаймыз. Көп мөлшерде салсаңыз ашылып кетуі мүмкін. Осындай өте дәмді таңғы асымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Астарың дәмді болсын.